Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі қарапайым жасалатын чак-чак тәттісін даярлайтын боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдын ала електен өткізіліп алған ұнымызға араласқан 2 жұмыртқамызды, оның үстіне суымызды, шекерімізді, шым-шым тұзымызды және ас содасын қосып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейін қолымыздың көмегімен қамыр жасап аламыз. Қамырымызды ыдыстан алып, дастарханымыздың үстіне 5 минуттай жақсылап илеп аламыз. Кейін қамырымыздың бетін жауып, 10 минуттай тынықтырып қоямыз. Қамырымыз тыныққаннан кейін сәл ғана ұн сеуіп, оқтауымыздың көмегімен жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыз тек жұмыртқаға иленгендіктен тез жиырылып және қаттылау болуы мүмкін. Соған қарамастан күшімізді салып, жұқа етіп, әдемі қылып жайып аламыз. Енді жайып алған қамырымызды видеодағыдай жолақтарға кесіп шығамыз. Кесіп алған жолақтарымызды бір-бірінің үстіне қойып, видеода көрсетілгендей араларына сәлден ұн сеуіп, бір-біріне жабысып қалмас үшін және де кеспе кескендей кесіп аламыз. Кеспелерімізді қолымыздың көмегімен араларын ашып, дайындап қоямыз. Алдын ала майымызды қыздырып аламыз. Қызған майымызға кеспемізді сәл ғана салып, араластыра отырып, қызарғанша қуырып аламыз. Міндетті түрде араластырып отыру қажет, біркелкі болып пісу үшін, және салған кезде аздаған ғана салыңыздар, өйткені бұл көпіріп үлкейеді піскен кезде. Дәл осылай пісіріп аламыз барлық кеспемізді. Қамырымыздың барлығын пісіріп болғаннан кейін сироп дайындаймыз. Ол үшін балымызды, қантымызды және де суымызды қосып, ортадан сәл төмен отқа қойып, 5 минуттай қайнатып аламыз. Қайнаған сиропымызды алып, қалауыңызға қарай чак-чагымызға мейізбен жаңғақ қосамыз және де оның үстінен сиропымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Чак-чагымызды араластырғаннан кейін тарелкамызға салып, дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады, немесе мен сияқты осындай формаға салып, жалпы кез келген формаға салсаңыз болады. Чак-чагымызды салып, тегістеп, 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып, қатырып алсаңыз да өз еркіңізде. Чак-чагымыз қатқаннан кейін формадан алып, қалаған пішінде турап, дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Осымен біздің чак-чак тәттіміз дайын. Рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.